Елімізде енді автосақтандыру полисінің бағасы әр жүргізушіге бөлек тарифпен есептелмек. Жалпы Қазақстанда автосақтандыру жүйесі өзгереді. Полис бағасы бәріне бірдей емес, жүргізушінің тәуекеліне қарай есептеледі. Яғни жолда өзін тәртіпті ұстайтын, жол апатына сирек түсетін жүргізуші сақтандыруды тиімді шартпен ала алады. Ал жол ережесін жиі бұзып апатқа көп ұшырайтын жүргізуші үшін сәйкесінше полис қымбат болады. Жаңа жүйеде сақтандыру компаниялары жүргізушінің жеке тәуекелін бағалайтын скоринг жүйесін қолдана алады. Ол үшін жол көлік оқиғаларының тарихы, жол ережесін бұзу фактілері, жүргізушінің жасы мен тәжірибесі, көліктің жүріс қашықтығы, көліктің қалай және қай өңірде пайдаланылғандығы барлығы ескеріледі. Бірақ бір мынадай маңызды жайт бар: сақтандырушы жүргізушіге полис бағасының не себепті дәл осындай болғанын түсіндіруге міндетті болады. Ал жүргізуші бағамен келіспесе, қайта қарауды талап ете алады. Бұл өзгеріс не үшін керек болды? Сақтандыру нарығындағы шығын өсіп барады. Бұған жол көлік оқиғаларының көбеюі және қосалқы бөлшектер мен автосервис қызметінің қымбаттауы әсер еткен. Жаңа жүйе бір күнде енгізілмейді. Алғашқы кезеңде скорингтің полис бағасының әсері қазіргі тарифтен плюс-минус 20%-дан аспайды. Бұл жаңа модельді сынап, оның әділ әрі объективті екенін тексеруге мүмкіндік беретін өтпелі кезең болады. Төлемдерге қатысты тағы да бір мынадай маңызды жаңалық: сақтандыру төлемдерін есептеу сәл ашығырақ бола түсуі үшін қосалқы бөлшектердің, материалдардың және жөндеу жұмыстарының құны бір ортақ базаға жинақталмақ. Кез келген адам маған не үшін дәл осы сомма төленді деген сұрақтың жауабын осы жерден ала алады. Қысқасы, жаңа жүйенің логикасы қарапайым: қауіп аз болса, баға төмен, тәуекел жоғары болса, төлем де жоғары. Бірақ бұл әзірге жоба екенін ұмытпаған жөн, өзгерістер кезең-кезеңімен енгізілмек.